Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге мал байлау арнасы. Бүгін біздің қорамыздағы жаңалықтарды айтатын боламын. Алдыңғы видеода айтқандай, осы жерде алдыңғы видеода бір бие тұрған едім, сүті аз бие, соны базарға апарып сатамыз дегенбіз. Сол биені базарға апардық, және орнына міне осы бие құлынымен жаңадан бізге қорамызға келіп қосылды. Алдыңғы видеоны көріп шықсаңыздар болады, қандай видео екенін қазір төменде ссылкасын қалдырып кетемін, және төбеде подсказкаға қалдырам. Міне осының құлыны. Алдыңғы биені біз бөлек-бөлек саттық. Жабағысы ұрғаш етін, жабағысын біз 200 мыңға саттық, таза 200 мың, ал биені 400-дің үстінде саттық. Және де біздің қорамызға тағы бір мал келіп қосылды, қазір көрсетем. Бізге құнаннан Дөненшыққа келіп қосылды. Міне біздің қорамызға осы құнаннан Дөненшыққа келіп қосылды. Бағасы 450 шамасы болды. Бұны биеге басына басы ауыстырдық, және де үстіне тағы 15 мың теңге қосып берді. Алдыңғы видеода көрсеткен биені осы Дөненшыққа айырбастадық, және егесі тағы қосымша 15 мың теңге қосып берді. Ал мына тұрған биені 630 мың теңгеге алдық. Үшінші тума бие болу керек, ұрғашы құлыны бар. Және де мына биеде бізде су алды уже. Бұны осы апта базарға апарғанбыз, өтпеді, қайтадан келді. Мына жерде құлыны бар етін, өздеріңіз алдыңғы видеода көрген боларсыздар. Құлынын 187 ма, сондай бағаға кетті, 187 мыңға ма. Мына өзінің шешесі өтпеді. Енді бұны жақсылап семіртіп, жақсы сойуға келетін кезде апару керек. Мынау бие өздеріңіз білетін бұрыннан. Мынау бие жақсы сүт шығып тұр. Бұл биеден бұны пока сатпаймыз. Достар, осы биені жақсылап көріп алыңыздар. Қазіргі еті төмен. Осыны 1-2 ай шамасында, точно қай кезде екенін білмеймін, бірақ жақсылап семірген кезде айтатын болам. Осы каналға түсіріп салатын болам. Қалай семірттік, қалай тез семірткенімізді айтатын. Және де достар, мына күш қандай порода екенін комментарийға жазып отырыңыздар. Қандай порода екенін білсеңіздер, комментарийға жазып отырыңыздар. Достар, мына ценавалды көріп тұрсыздар ма? Көрініп тұрған шығар. Осы ценавалды келесі видеода қанша ақша кетті, қалай соқтық, қандай материалдармен соқтық, осы ценавалды жақсылап сіздерге көрсетіп түсіретін болам. Сол видеоны жіберіп алмас үшін, осы аптаның соңында шығады. Сол видеоны жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, төмендегі қызыл подписация мәзірін басып, жанындағы қоңыраушаны да басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің жаңадан шыққан видеоларымды үзбей көресіздер. Ал олай болса достар, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Қандай да бір қоятын сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып отырыңыздар. Мен қолдан келгенше жауап беруге тырысамын.